Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және де 2 жылдан кейін сендердің менің каналымдағы сүйікті рубрикаларың қыздарға арналған 50 кеңес атты видеомның жаңа версиясын неге түсірмеске деп ойладым. Бұл тіпті жалғас ретінде емес, более жаңа сондай жаңартылған версиясы деп атасақ та болады. Бұл видеода барынша ләззат алып, барынша пайдалы болады деп үміттенемін. Ендеше кеттік. Денсаулығыңа қара, уақытылы анализ тапсырып тексеріліп жүр, және барынша ауырмауға тырыс. Суға лимон қосып ішсең 2 есе пайдалы болады. Сонымен қатар рационыңа күрделі көмірсу, ақуызы мол өнімдерді қос. Ал тәтті, майлы нан өнімдерін азайт. Витаминдер жетпесе, витаминдер қабылда. Денсаулықпен кішігірім проблемалар витаминдердің жетіспеуінен болуы мүмкін. Интуитивті тамақтан, яғни аш жүрме, ішің ауырғанша тамақ жеме. Егер дене бітіміңмен проблемалар болса, оларды жай ғана жібер. Сен ап-арық немесе сеп-семіз емессің. Бірақ бұл тренировка жасамау керек деген сөз емес. Өміріңе спорт қос. Жүзу, ойындар, немесе тренировка, жүгір, немесе тағы басқалары. Хоббиіңмен айналыс. Саған шабыт беретін, энергия сыйлайтын іске уақыт бөл. Және де сол сүйікті ісіңді, қабілеттеріңді ақшаға айналдырып үйрен. Жеке блог жүргізіп баста. Міндетті түрде атақты блогер болу үшін емес, естеліктер күнделік ретінде жүргіз. 3 миллионермен дос болсаң, 4-шісі сен боласың, 3 ақымақпен дос болсаң, 4-шісі сен боласың демекші, дамушы орта қалыптастыр. Себебі мақсатқа жету үшін, жалпы даму үшін орта өте маңызды рөл атқарады. Сол себепті көп аралас, коммуникацияға, жаңа таныстықтарға ашық бол. Сол арқылы ғана өзің сияқты, өзіңе жақын ортақ темалары бар адамдарды таба аласың. Керек деген нәрсені емес, қалаймын деген нәрсені орындап үйрен. Себебі керек деген нәрсе басқалардың қалайтын нәрсесі болып келеді. Тек қана керек, надо деген нәрсені жасаған кезде сен әдетте бақытсыз боласың. Сол себептен өз қалауыңды тыңдап және де жасап үйрен. Солға бір киім ұнап тұрма, сатып ал. Киноға қатты барғың келіп тұрса, өз-өзіңмен киноға бар. Немесе күнде кешке жұмыстан кейін, сабақтан кейін демалып, фильм, сериал қарауға уақыт бөл. Өзіңе қалаған затыңды алып үйрен. Ақшам жетпейді деп шектеуші болма. Ал ол үшін табыс көздерін қалыптастыр. Яғни саған бірнеше источник арқылы ақша келіп тұратындай ет. Бірақ көп уақытыңды жұмысқа емес, өзіңе, өзіңнің тұлға болып қалыптасуың мен дамуыңа арна. Ол үшін 20-80 принципін қолдан. Яғни 20% жұмыс істесең, 80% өзіңе уақыт бөл. Күнделікті қаланың суетасынан шаршап кеткен кезде басқа қалаға немесе ауылға, қала сыртына просто 2-3 күнге демалып баруға кеңес берем. Әрдайым білім ал. Білгенің 19, білмегенің 99 демекші. Мен болдым, білдім, өстім деп ешқашан тоқтама. Қарапайым кітап оқу арқылы сен біраз нәрсені білетін боласың. Басында күніне 10 минут арнасаң, кейін 1 сағатқа дейін жаймен деп созсаң болады. Немесе кітап оқыған ұнамаса, жұмыс істеп жатқан кезде пайдалы подкасттар, аудио тыңдау арқылы, интервьюлар тыңдау арқылы көп пайдалы ақпарат біле аласың. Бірақ миыңды артық, керек емес ақпараттармен шаршатпа. Яғни жаңалықтар, пайдасы жоқ видеолар, тіпті блогерлер, TikTok артық мусорға жатады екен. Оған қоса телефондағы уақытты азайт. Телефонда күнде 5-6 сағат отыру арқылы сен өзіңнің өміріңді ұмытып кетесің. Сол себептен шынайы өмірге орал. Телефондағы тәуелділіктен арылу үшін өзіңнің өмірің қызық болу керек. Сол кезде сен телефонға қарауға да уақытың болмайды. Сол себептен өз өміріңді әртүрлі түстерге боя. Бірақ ішіп жеуден бөлек біз алға мақсат қойып, соған жылжуымыз қажет. Алдыңа нақты мақсат қойда, соған жетуге ұмтыл. Немесе сен басқа біреудің мақсатына жұмыс жасайтын боласың. Ал мақсатқа жету үшін күніңді дұрыс жоспарлау қажет. Себебі жоспарлау арқылы уақытыңды тиімді пайдаланып үйренесің. Және де сені шаршататын, саған мүлде табыс алып келмейтін нәрселерді делегировать ет. Мысалға, үйдің шаруалары. Самопрограммирование күнделігін толтыр. Күніне бар болғаны 5-10 минут бөліп, сол жерге шүкіршілік, одан бөлек аффирмацияларды жазсаң болады. Армандарың мен мақсаттарыңа визуализация жаса. Суреттерді жабыстырып қой, мудборд жаса, арманыңның орындалғанын елестет. Одан бөлек медитацияда визуализацияға жатады. Барынша қоғамға, жақындарыңа пайдалы бол. Әрдайым көмек көрсете біл. Дәл солай, сен де басқа біреуден көмек қабылдап үйрен. Бір іс бастар кезде сені ешкім қолдамаса, онда ешкімді тыңдама. Тек өзіңді, өзіңнің интуицияңды тыңдап үйрен.
жаңа рецепттер үйреніп, аспаздық қабілеттеріңді дамыт. Біреудің сені свиданиеге шақырғанын күтпей, өз-өзіңді свиданиеге шақыр. Яғни бұл күні бойы өзіңмен уақыт өткіз, өзіңді кафеге де әртүрлі күшті жерлерге апар. Және де құрбыларыңмен жиі кездесіп тұр. Bir жағынан өсек айтсаңдар, бір жағынан бұл женская энергияны арттырады екен. Кафелерге баруда әдетке айналдыр, себебі дәл солай норма деңгейіңді арттырып, көбірек табыс табуға өзіңді жігерлендіресің. Күнде душ қабылдап, дене тазалығын сақтан. Және де күнделікті таңертең кешке бет күтімін жаса, оның ішінде міндетті түрде макияжды өшіру, умывалка, тоник және де увлажнение. Шашқа да күтім жасау керек, яғни шашты таза ұстағаннан бөлек міндетті түрде маска немесе майлар арқылы увлажнять етіп, немесе термозащита арқылы ыстықтан қорғау керек. Онымен қоса күнделікті бетке массаж жасап тұруға кеңес беремін. Қолмен де немесе гуашьпен де жасауға болады, сол арқылы бетіміз подтянута көрінеді, әрі отекидан құтыла аласыз. Ұқыпты етіп макияж жасап үйрен. Яғни макияж жасау да ол бір өнер, сол себептен де күнделікті практика арқылы немесе басқа видеоларды қарау арқылы өзіңе жарасатындай етіп макияж жасап үйрен. Макияж әдемі болып шығу үшін әрине косметикалар сапалы әрі арзан болмау қажет. Сол себептен косметикаға ақша аяма. Әрдайым стильді киініп үйрен. Қазір трендте болып жатқан киімдерге мән бер. Одан бөлек гардеробыңа базалық киімдер алып, нақты сені суреттейтіндей етіп киініп, образ құрастырып үйрен. Студия жалдап, өзіңе кәдімгідей зыңғалдырып фотосессия жаса. Мейлі профессионалды болсын, мейлі кәдімгі айфонмен болсын, ең бастысы сол суреттер арқылы іште жатқан жаныңды көрсетуге, ашуға тырыс. Интонацияң мен сөйлеу мәнеріңмен жұмыс жаса, себебі именно реч арқылы біз өзіміздің сенімділігімізді көрсете аламыз. Тағы да сенімділікті көрсететін нәрсе ол осанка. Сол себептен арқаңды әрдайым тік ұста. Бұл денсаулыққа да пайдалы, әрі өзіңді сенімді көрсетуіңе көмектеседі. Және де қыздарға өте маңызды кеңес, аяқтарыңды жылы ұстаңдар. Аналарымыз әрдайым айтатындай, міндетті түрде шалбардың ішінен суық күндері колготки киюді ұмытпаңдар. Ал 50-ші кеңес, ол эмоцияларыңды іште жасырмаңдар, сезімдеріңді сыртқа шығарып үйреніңдер. Жылағыларың келсе жылаңдар, күліңдер. Неважно, самое главное, іште сақтамаңдар. Сонымен достар, видеоны аса міндетті түрде лайк басып, арнама тіркеліп кетсеңдер болады, өйткені алда әлі талай зың видеолар шығатын болады. Және де менің инстапарақшама да тіркелсеңдер, сол жерде ютубтан да көбірек, толығырақ контент көре аласыздар. Ендеше инстаграмда кездескенше.